Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Жазира Бегалы. Бейнеблогтың кезекті шығарылымында жол ережесін бұзғанда үйіңізге келетін хат жайында әңгімелеймін. Алматыда автоматтандырылған жүйелердің көмегімен анықталған жол жүру ережелерін бұзу деректерін талдау және өңдеу функциясын полиция департаментінің процессинг орталығы орындайды. Бұл операциялық зал орталықтың жүрегі. Құқық бұзушылықтар туралы ақпараттар анықталғаннан кейін арнайы базаға келіп түседі. Өңдеу орталығының қызметкері мәліметті салыстырып, әкімшілік құқық бұзушылықтар тізіміне тіркейді. Жол жүру ережелерін бұзу фактісі прокуратураның осы тізіміне тіркелген бойда, құқық бұзушыға оның тіркелгендігі туралы қолжетімді байланыс арналары арқылы хабарланады. Бұл ұялы телефонға 1414 нөмірінің SMS хабарлама, екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы ескерту, немесе Қазпоштаның курьері үйіңізге жеткізген бақыт хаты болуы мүмкін. Айтпақшы, ақпараттандырудың бұл функциялары автоматты түрде жұмыс істейді. Адами фактордың мұнда ешқандай қатысы жоқ. Айыппұлды жеңілдікпен қалай және қашан төлеуге болады? Бұл жайында орталықтың аға офицері Самат Әбжаппаровтан сұраймын. Көлік иесі немесе жүргізуші құқық бұзушылық туралы ұйғарымды қолына алған сәттен бастап 7 тәулік ішінде 50% жеңілдікпен төлей алады. Жол қауіпсіздігін бақылайтын 700 камера және сергектің 2002 камерасы арқылы автоматтандырылған жүйелердің көмегімен былтыр Алматы жолдарында 1.400.000-нан астам жол ережелерін бұзу деректері анықталған. Бүгінге осы, өздеріңізге мұқият болыңыздар және жол ережелерін қатаң сақтаңыздар.